Сәлеметсіздер ме? Бүгін 69-шы беттегі 7-ші мен 8-ші тапсырманы қарастыратын боламыз. Бірінші тапсырма, 7-ші тапсырмада кестені пайдаланып тура теңдік пен теңсіздік құрастыр. Мына жақта үлгісі көрсетіліп қойған. Демек, қандай сандардың қосындысы, қандай сандардың айырмасынан тең немесе үлкен, кіші деген сияқты үлгісін көрсетіп қойған. Демек, біз теңдік пен теңсіздік құрастырамыз. Мысалы, бірінші кестеде, бірінші бағанда бірінші бағаннан бірінші тапсырма мен екінші бағандағы екінші, үшінші тапсырма, не болмаса бірінші бағандағы үшінші тапсырма мен келесі бағандағы екінші, үшінші деген кез келген тапсырмаларда сандардың айырмаларын қосындыларын біз теңдік және теңсіздік құрастыра аламыз. Айталық, бірінші 321 мен 129-ның қосындысын алайық. 300 бен 100, 400, 21, 29, 50, демек 450. Енді екінші бағаннан қараймыз, 450, ол 900 бен 450-дің айырмасы 450-ге тең. Демек, бұл теңді құрастырдық. Яғни, 321 мен 129-ның қосындысы 900 бен 450-дің айырмасына тең. Яғни, теңді құрастырдық. Тағы да бір теңді қарастырайық. Мысалы, айталық, 240 пен 50-дің айырмасы 190. Екінші бағаннан қарап көреміз. 150 мен 40-ның қосындысы 190. Демек, жазамыз. 240 пен 50-дің айырмасы тең болады 150 мен 40-ның қосындысына. 190 тең 190. Екі теңді құрастырдық. Енді екі теңсіздік құрастырайық. Теңсіздік дегеніміз ол тең емес деген мағынаны білдіреді. Үлкен немесе кіші, артық немесе кем деген сияқты. Мысалы, бірінші қатардан, бірінші бағаннан 160 пен 90-ның айырмасын алайық. 160 пен 90-ның айырмасын алайық. Келесі бағаннан, мысалы, 53 пен 367-ның қосындысын алайық. 367-ның қосындысын. 160 пен 90-ның айырмасы 70, 53 пен 367-ның қосындысы 420. Демек, 420 үлкен. Яғни, теңсіздік құрастырдық. Енді келесі теңсіздігіміз бірінші бағаннан 98 бен 102-ның қосындысы. Ал екінші бағаннан, мысалы, айталық, 328 бен 258-дің айырмасы. 328 бен 258-дің айырмасы. 102 мен 98-дің айырмасы, қосындысы әрине үлкен. Яғни, теңсіздік құрастырдық. Енді келесі тапсырмада, 8-ші тапсырмада кішкене түсіндіріп өтейін. Дұрыс пікірді тап дейді. Бізге екі жиын, екі жиынның бірігуін берген. Қиылысуын берген. Екі жиын қиылысып тұрған екі жиынды берген. Тапсырмада дөңгелектің ортақ бөлігінде дейді, мына бөлігін айтады. Көк немесе кішкентай кеселер орналасқан. Көк немесе кішкентай деп айта алмаймыз. Олар әрі көк, әрі кішкентай болып тұр. Демек, бірінші нұсқа сәйкес келмейді, нұсқасы. Енді, дөңгелектің ортақ бөлігінде көк және кішкентай кеселер орналасқан дейді. Тек қана көк кеселер бұл жерде. Және деп айта алмаймыз, және басқа кесе жоқ бұл жерде. Б нұсқасында дөңгелектің ортақ бөлігінде кішкентай көк көселер орналасқан. Демек, Б нұсқасы кішкентай көк. Сәйкес келіп тұр ғой. Кішкентай көк көселер орналасқан. Демек, дұрыс пікіріміз Б нұсқасы, Б жауабы. Енді біз бұл жерде, мысалы, қандай екі жиын қиылысып тұр? Қандай ат бере аламыз? Бірінші жиында көк кеселер деп атауымызға болады. Ал екінші жиында кішкентай кеселер деп атауымызға болады. Көк кесе мен кішкентай кесеге ортақ белгі ол кішкентай көк кеселер. Көк жағынан бірінші жиынға сәйкес келіп тұр, ал кішкентай көлемі жағынан ол екінші жиынға сәйкес келіп тұр. Демек, көк кеселер мен кішкентай кеселердің ортақ бөлігінде, яғни қиылысуында кішкентай көк кеселер орналасып тұр. Демек, нұсқасы Б, бұл көк кеселер және кішкентай кеселердің қиылысуы деп атауымызға болады екен.